Сәлем достар, Дарику каналына хош келдіңіздер. Бүгін медовый торт жасайтын боламын, яғни балды торт. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Егер сіз менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіздер және видеоны соңына дейін қараңыз. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Қождарына бізге қант, жұмыртқа, бал, ұн, сары май, сода және шым-шым тұз керек болады. Темір эмалированный ыдысқа жұмыртқаны жарып, тұз, қант қосып, оның үстіне балды қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластыруымыз керек. Енді оған майды қосып, бөлек ыдысқа суды құйып, отқа қоямыз. Енді оның үстіне осы массамызды қойып, жақсылап май ерігенше араластырамыз. Одан соң үстіне соданы қосамыз, араластырамыз. Енді біздің массамыз осылай үлкейеді, көпіріктенеді. Енді оны оттан алып, үстіне ұнды қосып, жақсылап араластыруымыз керек. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп қосып отыру керек. Барлығын қосып жібермеңіздер. Енді үстелдің үстіне осылай ұнды себемін. Енді қамырды соған қойып, қамырды бір бүтінге жинауымыз керек. Қамыр жабысқақ болуы мүмкін, ол қалыпты. Біздің қамыр жұмсақ болу керек. Ұнды көп қосып, қатты қылып қоймаңыздар. Міне достар, қамыр осындай болады. Өте жұмсақ, қолға жабысқыш, ол осындай болуы тиіс. Енді оны целлофанға салып, холодильникке кем дегенде жарты сағатқа қойып қоямын. Уақыт өткеннен кейін мен таразға өлшеп алдым. Ровно 1 килограмм қамыр шықты. Енді оны бірдей 12 бөлікке бөліп аламын. Осы таразға өлшеп, салмақтарын барлығын бірдей бөлдім. Әрине 12 емес, 8 немесе 10 бөлшекке бөлсеңіздер де болады, өз қалауларыңызша. Енді пергаменттің үстіне осылай оқтаудың көмегімен жаямын, өте жұқа ғып жаямын. Егер мен секілді 12 бөлікке бөлсеңіздер, өте жұқа болады қождар. Мен осылай өзім қаладым. Егер 8 немесе 10 бөлікке бөлсеңіздер, қождар оңайырақ жайылатын болады. Әрине ол кезде сәл қалыңдау болып шығады. Енді осыны вилканың көмегімен осылай тесіп аламын да 180 градусқа қызартып пісіріп аламын. Міне пісіп шықты. Осылай домалақ қылып кестім. Жан-жағындағыларын әсемдеуге осылай қалдырып қоямын. Келесі кожды да осылай жайып шықтым. Енді осы домалақ пішінмен осылай кесемін. Барлығын осылай жасап, барлық кожды пісіріп алдым. Міне достар, менде осылай пісіп шықты. Барлығын осылай бірдей қылып кесіп, суытып қойдым. Енді кремін жасаймын. Ол үшін 30-33% клекейді алып, осылай жақсылап миксерлеймін. Достар, егер сіздер 8 бөлікке бөлсеңіздер кождарыңызды,
сіздерге қаймақ пен қант ұнтағын араластырып сол кремді жағуға кеңес беремін. Сол кезде қаймақ кожаға сіңіп, торт жұп жұмсақ болып шығады. Ал менің кремім қоюлана бастады. Енді оған қант ұнтағын салып, жақсылап қоюланғанша миксерлеп аламын. Достар, крем дайын болды. Енді тортты жинаймыз. Ол үшін әр кождың ортасына осылай кремді жағып, тортты жинаймыз. Торттың үстіне және жан жағына кремнің барлығын жағып, тегістеп аламыз. Енді кожадан қалған қалдықтарды осылай езіп, жақсылап майдалап езіп аламын. Осылай крошка жасауымыз керек. Енді торттың жан жағына осылай жабыстырамын. Айналысына, үстіне осылай барлығына жабыстырып шығамын. Мен осындай жүрекше формалардан осылай сурет жасаймын. Әрине міндетті емес. Немесе өз фантазияңыздан тортты әсем десеңіздер де болады. Мен жай осылай қалдырдым. Достар, торт дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Нәзік, жұмсақ. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.